Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ақшаға деген махаббатты оятамыз. Ақшаға деген махаббат ол не? Ең бірінші ақшаны жақсы көр дегенді мың естіген шығарсыз. Адамдар ақшаны көп жақсы көре бермейді. Қарапайым тілмен түсіндірейін. Мен ақшаны жұмсағанды жақсы көремін дейді біреулер. Онда сіз балаңызды да онымен ойнаған, серуендеген ұнайды. Сол үшін жақсы көрем демейсіз ғой? Әрине, жоқ. Балаға деген махаббат оларға қамқорлықтан көрінеді. Ақша туралы да соны айтуға болады. Ақшаны сүю ол да қамқорлықпен тікелей байланысты. Мысалға, екі түрлі адам өздеріне әмиян сатып алуға барды делік. Біріншісі оған жаңа әмиян керектігін ойлап барады. Ал екіншісі оның ақшасына ыңғайлы болу үшін әмиян алуды ойлап бару мүмкін. Ал енді егер сіз ақша болсаңыз, қай әмиянға түскіңіз келер еді? Әрине екіншісіне. Ақшаны жақсы көре білу керек. Бұл ақша психологиясы. Әлемдегі ең мықты тартылыс күші қабілетіне, бірақ ақшаны тым жақсы көріп кетуіңізге де болмайды. Шегі болуы тиіс. Ақша өміріміздегі мыңдаған мәселелердің шешімін тауып береді. Міне, сол үшін де жақсы көруіміз керек. Дәл осы махаббаттан оң ақша психологиясы қалыптасады. Өз миллиондарыңызға қамқорлық көрсетуге жол ашыңыздар. Ақшаны жақсы көріңіздер. Кім ақшаны жақсы көреді, сонда ақша көп болады. Ақша ұқыптылықты, жайлылықты, есепті жақсы көреді. Осы видео пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.